Қабылдамадыңыз сіз маған? Павел Николаевич, жақсы. Мен қателескеніме қатты нетпеймін. Шошынбай, неге сіз мені бір ретте қабылдамадыңыз? Неге сіз ұқпайсыз? Неге сіз ұқпайсыз? Тіретіріңіз. Былай істейік. Сіз бастықсыз. Тіретіріңіз. Мен сөзімді айтып алайын. Мен қазір залансам, кешіріңіз, мен сізді де, мінекей сіздерді мені түсіріп, что мен де сізді де түсірем. Сондықтан сіз отыра тұрыңыз, балам, мен сізден өте өтінем, отыра тұрыңызшы деп. Үлкен апа ретінде, қазақтың апасы ретінде. А сіз, Павел Николаевич, сіз ба кімсіз, маған бәрібір, е? Сіздің құқыңыз жоқ. Сіз қазір мені түсінбейде отырсыз. Сіздің қандай моралды құқыңыз бар осы орынды, осы лауазымды орында отыруға. Сіз маған айтыңызшы, адам ретінде. Сізді мүмкін парамен қойды, мүмкін. Менің ойым әртүрлі, е? Бірақ та сіздің өзіңіздің, мен мысал үшін сізге айтайын, 87 жылы Совет заманында орыс тілі болатын бар жерде, мен болдым Түркістанның Байрамали деген қаласында. 40 күн ғана, өмірінде 40 күн болдым. 40 күнде Совет заманы 87 жылы барлығы орыс тілінде болатын. Мен түркмен тілінде 40 сөз жаттап алдым. 40 сөз, жай қарапайым адам. Өйткені мен түркмен жерінде жүрдім, түркменнің ауасын жұттым, түркменнің ауасымен баламды емдедім. Сіз мұнда, егер осында туып өссеңіз, 32 жыл қазақ заманы, 32 жыл мемлекеттік тіл, қазақ тілі, 32 жылда 32 сөз жаттап алмадыңыз ба? Жаңағын білесіз, 1, 2, 3 дегенді мүмкін, е? Жаңа сәлеметсіз бе, сау болыңыз, тағы да 1-2 сөз. Түкірдіңіз. Мен солай ойлап отырмын. Сондықтан сіз мені қабылдамадыңыз. Сосын қандай сіздің құқыңыз бар? Ана қол астыңызда отырғызып қойған, ана бір сіздің ютубқа қойып қойдым ғой. Я русский, говорите со мной по-русски. Мінеке, ақырын айтқан сөздері осы. Қалай сіз кімдерді отырғызып қойдыңыз? Сіздің моралдық құқыңыз жоқ, заңдық та құқыңыз жоқ осы орында отыруға. Сіздің құқыңыз жоқ. Ана қабылдайсыз тек қана орыс тілділерді. Қазақстанда қазақ тілін басынып, сіз қабылдайсыз тек қана орыс тілділерді. Қазақ тілдерді қабылдамайсыз. Осыдан бір шама не бұрын буклеттер жүрген, тек қана орыс тілінде. Принимаем полицию бәленбай. Ол да менің ютубымда тұр. Солай, Павел мырза. Енді сіз мені қабылдамасаңыз, мен мінеке сізді тағдыр мінеке жазып алдым, е? Мен осылай сізді төпелей берем. Сіздің тағы да қайталап айтым. Сосын соңғы уақытта мен ашуызам келіп, мен сіздің түріңізді көргім де келмеп еді, ешқашан, е? Бірақ та соңғы уақытта сіз барлық істерді жылы жауып қоясыз. Мысалы үшін сот медэкспертизада, е, сәуір айында екі сараптама болды. Мен дене жарақатын алдым деп. Мысалы үшін біреуі жарайды қаланың ортасында, е? А біреуі мінеки бізде Усолкада, анда сондай дүкенде қайда барлығы келеді, қайда барлығын көреміз. Содан кейін көрдім бірнеше полиция таппай. Мен солай ойлап отырмын. Сіздің бұйрығыңыз Бейсенбай тегін мейлі өлтірсін, оған ешқандай, қызым, есік жоқ қойыңызшы, не мынаны өшіңіз. Әйтеуір түктеме істемеуге деп. Сосын сіздің полиция қызметкерлеріңіз соңғы уақытта арыз шағымды мен жазамын, түктеме істемейді. Содан кейін маған айтады, ваш полицейский был, ну и что он сделал? Екінші рет, үшінші рет сол кондукторлар, олар ылғи кездеседі. Олар қазақ тілінде қызмет көрсетпейді. Неге? Павлов мырза, өйткені сіз түкірдіңіз қазақ тілінде. Мінеки жаңа жылда Кәрім Мәсімовтың былтыр сатқын болғанын білеміз ғой, е? Мүмкін сіз сатқынсыз, біз білмейміз ғой. Мүмкін сіз русский мирдің жобасын орындап отырсыз. Мүмкін сіз Путинға бағынасыз, біз білмейміз ғой. Неге сіз солай істеп отырсыз? Жауап беріңізші, неге сіз солай істеп отырсыз? Жаңағы 3 сұрағым. Мына біреу балаңызды неге отырғызып қойдыңыз? Мені неге бір ретте қабылдамадыңыз? Сосын неге маған қатысты барлық шаруалар жабылып қалады, ештеңе ешкім істемейді? Вот енді жауап беріңіз. Маған менің тілінде жауап беріңіз. Я начну с того, что я... Жоқ, қазақша. Вы меня послушайте. Жоқ, мен тыңдамаймын. Маған қазақша. Я тогда своему руководству непосредственно объясню. Қазақша айтыңыз. Так, жақсы. Енді балам, сіз енді